Жаңаөзен қаласында жасөспірімдерді зиянды әдеттерден сақтау мақсатында мектептерде түсіндірме шаралары өткізілуде. Жаңаөзен мектеп гимназиясында оқушылармен кездесу ұйымдастырылды. Осы тұрғыда тәжірибелер көрсетіліп, жас буын өкілдерінің сұрақтарына жауап берілді. Шараға облыстық ішкі саясат басқармасының жергілікті өкілі, қалалық қоғамдық даму орталығының маманы және мешіт имамы мен мұғалімдер атсалысты. Есірткінің алдын алу, жолын болдырмау, жолын кесу сияқты тәрбие сағаттары өтетін болады. Әртүрлі тәжірибелер өтетін боламыз жасөспірімдер мен оқушылардың арасында. Мақсатымыз жасөспірімдерді темекіден, арақтан, спирттік ішімдіктерден алдын алу жұмыстарын жүргізу. Темекі шегу, алкогольді ішімдіктер тұтынудың соңы денсаулық үшін қауіпті. Оның арты түрлі ауруларға алып келері анық. Есірткіге құмарлықты алғашында жай қызығушылықтан басталады дейді мамандар. Сол себепті жаман әдеттерге әуес болмаған жөн. Осының барлығын ерекше тәжірибелермен жеткізе білгендіктен оқушылардың көкейіне тез қонды. Бүгін бізге мектепке мамандар келіп, қазіргі есірткі, темекі, арақ жайлы әртүрлі зиянды заттар туралы тәжірибелер көрсетіп, бізге өз түсініктерін айтты. Біз осы тәжірибелерді көріп, түсініп, осы зиянды заттарды қолдануға болмайды екен түсіндік. Өйткені бұл өте біздің ағзамызға және біздің денсаулығымызға өте көп зиян тигіздіреді. Жиын соңында жастар мамандарға сұрақтарын қойып, тұшымды жауаптарын алды. Мұндай түсіндіру шаралы алдағы уақытта да жалғасын таба бермек. Еркін Қарасайұлы, Батыр Ақмолдаев, Ақтау Ньюс.